Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығының отта туғандар айдарына қош келдіңіздер. Кез келген қыш бұйым дайын түріне жеткенге дейін саздан еленіп, отта күйдіріліп келетінін білесіздер. Осыған орай отта туғандар жәдігерлермен таныстыру айдарымызды осылай атадық. Бүгін сіздерге ерекше таныстырғалы отырған жәдігер бұл сырлы тостаған. Сырлы тостаған 13-14 ғасырларда орта ғасырлық сарайшық қазба орындарынан табылған. Өңделген бұл қыш ыдысы кашиндік балшықты күйдіру арқылы жасаған. Тостағанның сыртқы жағы бедерлі өрнектермен көк және қара бояулы суреттер өрнектелсе, ішкі жағында да көк және қара бояулы өрнектер салынып, тегіне қара бояумен қалың және жұқа сызықпен әрленген. Ыдысқа толықтай мөлдір түссіз сыр жалатылған. Ғажайып бояулар уақыт өткен сайын өз тартымдылықтарын жоймағаны байқалады. Тостағанның табанының диаметрі 7 см, табан биіктігі 1 см, қабырға қалыңдығы 0,5 см. Шеті сынған тостағанша реставрациядан өтті. Жалпы сақталуы жақсы. Назарларыңызға рахмет.